Бүгін сіздердің гидтеріңіз боламын. Бүгін біз Абай облысы, Семей қаласының флорасымен танысамыз. Өңіріміздің табиғаты бай әрі алуан түрлі. Қарағайлы орман, дала өсімдіктер мен өзен маңы шөптері туған жеріміздің ерекше табиғи келбетін қалыптастырады. Осы экскурсия барысында Семей өңірінде кездесетін өсімдіктермен жақынырақ танысатын боламыз. Бұл суретте Семей өңірінде жиі кездесетін өсімдік түрлері бейнеленген. Аймақта дала және орманды дала флорасы кең таралған. Қызғалдақ, жабайы лала-гүл, бөрібұршақ, ирис сияқты гүлді өсімдіктермен қатар жусан тәрізді, шөптесін түрлері де өседі. Бұл өсімдіктер көктем мен жаз мезгілінде өңір табиғатын көркейтіп, түрлі түсті гүлдерге бөлейді. Семей өңірінің өсімдіктері жергілікті экожүйенің маңызды бөлігі болып табылады. Олар топырақты эрозиядан қорғайды, жануарларға қорек пен мекен береді және табиғи тепе-теңдікті сақтауға ықпал етеді. Өңір флорасының байлығы туған жеріміздің табиғи мұрасы әрі мақтанышы. Шыңғыстау жотасы, Хан Шыңғыстауы, Абай облысының тарихи әрі табиғи маңызы жоғары таулы аймақтарының бірі. Бұл өңір Семей қаласының оңтүстік-батысында орналасқан және дала мен таулы экожүйенің түйіскен жері болып табылады. Шірен қызғалдағы. Шыңғыстау беткейлерінде көктем мезгілінде өсетін ең әдемі өсімдіктердің бірі шірен қызғалдағы. Мамырда гүлдейді, маусымда жемісі пісіп жетіледі. Ерекшелігі: Қазақстандағы жабайы қызғалдақтардың арғы тегі. Түрлі түсті қызыл, сары, қызғылт, гүл ашады. Қызыл кітапқа енгізілген. Жұлуға қатаң тыйым салынған. Жіңішке жаппақ пионы қызыл кітапқа енгізілген. Бұл гүл өте сирек кездеседі. Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Рауғаш тамыры. Ас қорыту жүйесіне пайдалы. Іш жүргізетін әсері бар. Қабынуға қарсы қасиетке ие. Халық медицинасында және фармакологияда қолданылады. Орманы Қазақстандағы ең ірі қарағайлы ормандардың бірі. Ол Ертіс өзенінің бойында орналасқан. Осы үш ағаштың үйлесімі Семей орманының табиғи экожүйесін қалыптастырады, биоалуан түрлілікті қамтамасыз етеді және орманның экологиялық тепе-теңдігін сақтауда негізгі рөл атқарады. Қарағай, Pinus sylvestris, орманның басты ағашы, биіктігі 5-35 метрге дейін жетеді, қатал климатқа төзімді, жіңішке сызықтық жапырақтары бар және қалың қоңыр қызғылт қабығы бар. Бұл ағаш орманның құрылымын қалыптастырады, топырақты қорғауға, жануарлар мен құстарға баспана беруге, сондай-ақ ағаш кесінділігі мен көмір өндірісінде маңызды рөл атқарады. Қотыр қайың, Bachelor pendula, биіктігі 15-25 метр, ақшыл қабығы және сопақша тісті жапырақтары бар ағаш, Ертіс бойындағы ылғалды алқаптарда өседі және қарағайлы орман мен аралас орман топтарын құрайды. Бұл ағаш топырақты бекітуге, эрозияны азайтуға, жануарларға азық пен баспана беруге, сондай-ақ медицинада қабығы мен жапырағы халықтық дәрі-дәрмектерде қолдануға пайдалы. Көктерек, папулос түрлері, биіктігі 20-30 метр, ірі, сопақ немесе жүрек тәрізді жапырақтары бар ағаш, өзен бойындағы сазды және ылғалды жерлерде өседі. Ол орманның ылғалдылық балансын сақтауға, ағаш материалдар үшін пайдалануға және жабайы жануарлар мен құстар үшін тіршілік ортасын қамтамасыз етуге маңызды. Елімізде Семей маңындағы табиғат өте бай және әртүрлі флоралық әлемге ие. Мұнда өсіп тұрған ағаштар, гүлдер мен сирек кездесетін өсімдіктер аймақтың табиғи сұлулығын қалыптастырады. Табиғаттағы әрбір ағаш, гүл немесе шөп біздің қоршаған ортаға деген жауапкершілігіміздің бір бөлігі. Табиғатты қорғау, сирек кездесетін өсімдіктерді сақтау және ормандарға зиян келтірмеу әрқайсымыздың міндетіміз. Назарларыңызға рахмет.